Ертеде шал мен кемпір болыпты. Шалы бір күні кемпіріне: кемпір, қамбаның түбін қақсаңшы, елеушпен елеші, қарны ашқан шалыңа бауырсақ пісіріп берсеңші, депті. Кемпірі қаймаққа ұнды илепті, дөңгелетіп алыпты, ыстық майға салыпты. Бауырсақ піскен соң атай баппен жейді деп суытуға қойыпты. Бауырсақ суып жатыпты, жатып ойға батыпты. Қашайын деп осы үйден бір ойға нақ бекіпті. Жол бойымен домалап келе жатса, қарсы алдынан ұзын құлақ қоян шығыпты. Бауырсақ, мен сен деймін. Мені жемеші, мен саған ән айтып беремін. Менің атым Бауырсақ. Қызар пістім қойынша, атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым, енді сенен де қашамын. Қайда? Осылайша сұр қоян осылай алданып қала беріпті. Бауырсақ зыр домалап жөнелді. Зыр домалап келе жатса, алдынан қасқыр шығыпты. Бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жемеші, мен саған ән айтып беремін. Атамдан да құтылдым, әжемден де құтылдым, аңқа қояндан да құтылдым, енді сенен де қашамын. Қайда? Бауырсақ тағы домалап жөнелді. Домалап келе жатса, қарсы алдынан маймақ аю шығыпты. Бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жемеші, мен саған ән айтып беремін. Атамнан да құтылдым, әжемден де құтылдым, аңқа қояннан да құтылдым, қасқырдан құтылдым, енді сенен де қашамын. Қайда? Осылайша аю аңырап қала беріпті. Бауырсақ домалаумен келе жатты. Осылай талай белден асты. Домалап келе жатса, жылмаң етіп алдынан түлкі шығыпты. Бауырсақ, қалың қалай, мен сені жеймін. Жемеші, мен саған ән айтып беремін. Атамнан да құтылдым, әжемден де құтылдым, аңқа қояннан да құтылдым, қасқырдан құтылдым, мамық аюдан да құтылдым, мен сенен де құтыламын. Менің құлағым естімейді, тұмсығыма шығып айтшы. Бауырсақ түлкінің ойын түсінбеді. Ойланбастан тіліне секірді. Ап дегенде бауырсақ қу түлкінің аузына әп-сәтте күтіріледі. Мақтаншақтық жақсы емес деген оймен бітірдік ертегіні.